Мен тауықтың сирақтарын 3 ініме бердім. Олар тамақтарын жеп болғаннан кейін, мен жасырын түрде қалған сүйектерді қайта шайнап отырдым. Сол сәтте інім артымнан шығып, бәрін көріп қойды. Мен асығыс түрде, сүйекте әлі ет бар еді, тек соны жегім келді, деп түсіндірдім. Інімдерім қатты кінәлі сезінді. Олар мені өздеріне бола қиналып жүр деп ойлады. Жылап тұрып, бір күні міндетті түрде мені бақытты өмір сүргізетіндерін айтты. Сол сәтте менің жүрегім елжіреп кетті. Дәл сол кезде дәрігер келіп, кіші інімнің туа біткен жүрек ауруы бар екенін айтты. Ота жасау үшін $800,000 қажет еді. Бақытымызға орай, бір мейірімді ерлі-зайыпты оларды асырап алып, інімнің операциясына ақша төлеуге дайын болды. Мен қатты қуандым. Бірақ келесі сәтте дәрігер әлгі отбасының тек 3 інімді ғана асырап алуға келісетінін айтты. Олардан айырылғым келмесе де, інімнің ауруын ойлап, көз жасымен оларды шығарып салуға мәжбүр болдым. 10 жылдан кейін жігітімнің компаниясын банкрот болудан құтқару үшін мен анонимді түрде жүрегімді донор болуға келістім. Менің жалғыз шартым жүректі алатын консорциум жігітімнің компаниясына $1 миллиард инвестиция салу еді. Жүргізушіден мен жігітімнің өзіне көмектескен әйелге алғыс айтқысы келетінін білдім. Ол арнайы мерекелік кеш ұйымдастырып, сол әйелге көпшілік алдында ұсыныс жасауды жоспарлапты. Мұны естіген бойда мен үмітке толы күйде сол жерге жүгіріп бардым. Бірақ дәл сол сәтте әлгі арамза әйел сахнаға көтерілді. Сонда ғана мен оның менің еңбегімді ұрлап, инвестицияны өзі әкелгендей көрсеткенін түсіндім. Мен шындықты айту үшін алға ұмтылдым, бірақ жігітім маған сенудің орнына жұрттың көзінше бетімнен тартып жіберді. Тіпті ол маған өзінен алған барлық сыйлықтарды тастап кетуге мәжбүр етті. Мен кетуге бұрылғанымда, әлгі әйел мені тоқтатты. Ол мені жұрт алдында қорлағысы келді. Мен бас тартқаннан кейін күзетшілерге мені ұстап тұруды бұйырды. Сосын мені жіберу үшін бір бөтелке қызыл шарапты толық ішуді мәжбүрледі. Бірақ мен жаңа ғана жүрек донорлығы операциясынан өткен едім. Дәрігер маған алкоголь ішуге мүлде болмайтынын ескерткен болатын. Соған қарамастан, жігітім оларды тоқтатпады, керісінше кетер алдында шарапты түгел ішуді талап етті. Ал мен білмеген нәрсе, менің жүрегімді алған адам 10 жыл бұрын айырылып қалған туған інім екен. 10 жыл ішінде інілерім қаладағы ең ірі бай адамдарға айналған еді. Дәрігер жүрек донорының оған биологиялық туыс екенін айтқанда, ол донордың мен екенімді бірден түсінді. Інімдерім менің нақты қайда екенімді білген бойда дереу жетіп келді. Әлгі әйел маған тағы шабуыл жасамақ болғанда, банкет залының есігі кенеттен тарс ашылып, қара костюм киген 3 ер адам ішке кіріп келді.